Үйрек тұмсықты әлемдегі ең таңғаларлық жануардың бірі десек қателеспейміз, себебі бұл жануарда құстар, сүтқоректілер және бауырымен жорғалаушыларға тән сипаттар бар. Балапандары сүтпен қоректенеді. Ауыздың орнына кең үйрек тұмсығы бар. Құстар мен бауырымен жорғалаушылар сияқты жұмыртқа салады. Денесінің ұзындығы 30-45 см, ал құйрығының ұзындығы 15 см-ді құрайды. Құлақ қалқаны жоқ. Көздері кішкентай, олар суға сүңгігенде тері қатпарымен жабылады. Алдыңғы аяғындағы саусақтарының арасында жақсы жетілген жарғақтары болады. Солар арқылы суда жақсы жүзіп, сүңге алады, бірақ құрлықта баяу қозғалып, інінен онша ұзап кетпейді. Үйрек тұмсықтың уы болады, және ол ұсақ жануарларды өлтіреді. Адамдар одан өлмейді, бірақ өте қатты ауырсынуды тудырады, және ол бірте-бірте бүкіл аяқ қолға таралады. Олар судағы омыртқасыздармен қоректенеді. Үйрек тұмсықтар суда жұптасып, жылына бір рет ұрпақ береді, және бар жоғы 2 жұмыртқа салады. Оны 9-10 тәуліктен соң соқыр баласы жарып шығып, 11 аптадан кейін ғана көзін ашады. Денесін жапқан жүні қатты қылшықты, түсі қара қоңыр болады, терісі өте бағалы. Қазіргі уақытта аулауға тыйым салынған.